Ай кезбе дерт пе? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ай кезбе дертінің медициналық атауы сомнамбулизм. Бұл термин адамның ұйқы кезінде сөйлеуін, әрі жүруін білдіреді. Ай кезбе дертін айдың толуымен, оның жерге әсерінің артуымен байланыстырады. Дегенмен медицинада бұны жай ғана аңыз ретінде қабылдайды. Сомнамбулизм дерті әлемдегі ең жиі таралған дерттердің қатарына жатады. Әлем халқының 2,5% ай кезбеге шалдыққан. Ай кезбе белгілері жиі қайталанатын болса, дәрігердің көмегіне сүйенген дұрыс. Өйткені эпилепсия дертінің де белгісі ай кезбелікке ұқсайды. Ал сирек кездесе уайымдаудың қажеті жоқ. Белгілері: ай кезбелер ұйықтап жатып орнынан тұрады және сөйлейді. Олар қимылдап, әңгіме айта бастауы мүмкін. Сырттай ол ояу секілді көрінгенімен, оның қимылдары баяу әрі бір қалыпты болады. Көздері ашық болғанына қарамастан, олар еш нәрсені қабылдамайды, естімейді. Ай кезбені ұйқысынан ояту мүмкін емес. Мұндай жағдайлар аптасына 1-2 рет қайталанып тұрады. Барлық ай кезбелер жүре бермейді. Кереуетінен көтеріліп, бір орында отыратындар да бар. Ал кейбірі керісінше есікті ашып сыртқа шығады. Тіпті көлікті оталдырған жағдайларда кездескен. Ай кезбе ұстамасы ұзаққа созылмайды, небәрі бір ғана сағатты алады. Ай кезбелер жиі орнынан оралып, қайта ұйықтап қала алады. Тек таңертеңгісін еш нәрсе есінде болмайды. Оның негізгі себептері қандай? Көп адам ай кезбелік психиканың бұзылуынан туындайды деген қате пікірде. Шындығында ол жүйке жүйесінің бұзылуымен байланысты. Ай кезбе жиі балалар мен жасөспірімдерде кездеседі. Ал ересектерде кездесу мүмкіндігі 1000 адамның ішінде бірге тең. Бұл мәселе тек сезімтал адамдарда кездеседі. Олардың миында қоздырғыш түйіндер жиі кездеседі. Ай кезбеге шалдыққан адам толық тексерістен өту үшін дәрігердің көмегіне жүгінген дұрыс. Кейде ондай адамдардың диагнозы самай бөлігінде қалыптасатын эпилептикалық түйіннің қалыптасуымен байланыстырады. Яғни эпилепсия дертінің бастапқы деңгейі болуы мүмкін. Мұндай адам сыртқы ортаға тұйық әрі салмақты адамның әсерін қалдырады. Ал шындығында олар өте сезімтал келеді. Одан бөлек адам температурасының көтерілуі де ай кезбенің туындауына алып келеді. Бірақ ол бір реттік жағдай. Әлемде ай кезбеге шалдыққан 15%-ға жуық бала бар. Олар психикалық тұрғыдан сау. Уақыт өте ай кезбе өздігінен жоғалады. Сонымен қатар ай кезбеліктің тұқым қуалайтыны дәлелденген. Егер сомнамбулизм мен ата-ананың екеуі ауырған болса, баланың да ай кезбеге шалдығу мүмкіндігі жоғары. Қаншалықты қауіпті? Ай кезбенің денсаулыққа төндіретін қауіп жоқ. Дегенмен ай кезбе өз ісіне жауап бермейтіндіктен түрлі жарақаттар алуы әбден мүмкін. Біреулер далаға шығып кетеді, енді бірі терезеден шығамын деп құлауы да мүмкін. Кейбірі шатырға да шығады. Бастысы ай кезбені ұйқысынан оятуға болмайды. Ол оны қатты қорқытып алуы мүмкін. Одан бөлек психологиялық қауіп төндіреді.